Еліміздің өндіріс ошақтарында қайғылы оқиғалар 30%-ға кеміген. Алайда жыл басынан 7 адам жұмыс орнында қаза тапты. Жалпы апаттық жағдайлар саны былтырғы деңгейде екен. Бүгінде Қазақстанда 270 мыңға тарта қауіпті қондырғы орнатылған 11 мыңнан артық кәсіпорын жұмыс істеп тұр. ТМД-ға мүше елдердің өнеркәсіптік қауіпсіздік мемлекетаралық кеңесінің отырысында осындай мәліметтер келтірілді. Жиында Еуразиялық экономикалық кеңістіктегі өндіріс нысандарын бақылау әдіснамасы мен техникалық зерттеу заңнамасы бекітілді. Сондай-ақ кеңес мүшелері мен ТМД елдерінің техникалық қауіпсіздік ережелерінің сәйкестігі сарапқа салынды. Стран содружества, в принципе, у нас технологии все это. ТМД елдерінің өндіріс ошақтарының құрылымы негізінен ұқсас келеді. Техникалық реттеуінде де сәйкестіктер көп. Әсіресе кедендік одақтағы мемлекеттерге осы тұрғыда ортақ ережелер аса қажет. Біздегі тексерулерге жарияланған мораторийге қарамастан қауіпсіздік мәселелерін қатаң қадағалап отырамыз. Оларды жөнді сақтамаған кәсіпорындарға 10 мыңнан астам ұсыныс жасалды.